Аю мен Маса. Орман іші мүлгіген тыныштық. Бір кішкентай қоян шөптің арасында ұйықтап жатыр еді. Сол жерден өтіп бара жатқан аю оны байқамай құлағын басып кетеді. Сонда қоян ай, құлағым деп айқайлап жылайды. Оны естіген аю артына бұрылмастан кете береді. Тек бар болғанымен жолда қоянның құлағын басып кетсем керек деп ойлайды. Тіпті қоянның айқайлаған дауысын естімегендей болады. Қоян құлағын сипалап отырып, аю күшті, денесі де үлкен. Қасқыр да, түлкі де оның достары. Аюға ешкімнің әлі келмейді. Мені басып кеткенде өлетін едім ғой. Енді не істесем екен? Маған кім көмектеседі? Қоян осылай жылап отырғанда шөптің арасынан бір жіңішке дауыс естіледі. Неге жылап отырсың, қоян деп сұрайды. Бұл кім? Дейді қоян жан-жағына үрке қарап. Мені көрмей тұрсың ба? Дәл алдындағы шөпке қарашы. Мен соның басында отырмын дейді жіңішке дауыс. Шөпте бір Маса қонақтап отыр екен. Жаңағы жіңішке дауыс осы Масаның дауысы болып шықты. Мен шөптің арасында ұйықтап жатыр едім. Сол кезде үлкен аю құлағымды басып кетті. Құлағым тым қатты ауырды, соған жылап отырмын. Ал аю мені жұбатқан да жоқ дейді қоян Масаға. Солай де, сені ренжіткен ұйықтатпаған аю ма? Ендеше мен де оны ұйықтатпаймын дейді Маса. Қоян Масаның сөзіне таң қалды. Сен бе? Сен кіп-кішкентайсың ғой. Ал аю үлкен. Оған сенің әлің келмейді. Дейді қоян. Иә, мен кіп-кішкентай болсам да аюды ұйықтатпаймын. Қара да тұр. Аю енді сені ренжітпейді. Қорықпай жата бер. Ол әлі сенен кешірім сұрайды дейді де Маса ұшып кетеді. Біраз уақыт аюды есі келеді. Ол Үлкен ағаштың түбіне жапырақтарды үйіп жұмсақ төсек. Маса ұшып жүріп аюды іздеп табады. Енді ол аюдың ұйықтағанын күтеді. Біраз уақыт өтеді. Аюдың ұйқысы келеді. Ол үлкен ағаштың түбіне жапырақтарды үйіп жұмсақ төсек төсейді. Төсегіне жатып көзін енді жұма бергенде Маса да ұшып жетеді. Маса аюдың құлағының түбінде ары-бері ұшып ызыңдайды. Ызыңдап Маса аюдың тұмсығына келіп қонады. Масаны өлтіремін деп аю өз тұмсығын өзі ұрады. Ай, тұмсығым. Тұмсығым-ай. Аю ауырған тұмсығын сипап қояды. Масаны іздеп жан-жағына қарайды. Содан соң төсегіне қайта жатады. Көзін енді жұма бергенде Маса тағы да ызыңдайды. Ызыңдап енді Маса аюдың құлағын шағып алады. Аю Масаны ұстаймын деп өз құлағын өзі ұрады. Ай, құлағым-ай, деп ауырған құлағын сипап қояды. Аю өзін ұйықтатпаған Масаға қатты ренжиді. Қап, мына Масаны-ай. Мені ұйықтатпады ғой. Бұдан қалай құтылсам екен? Басқа жерге барып жатайын дейді аю. Аю жататын басқа жер іздейді. Ол басқа бір ағаштың астына келіп жатады. Сәлден соң артынан Маса да жетеді. Ызыңдап, мынау тағы келді ме? Менің артымнан неге қалмайсың? Өзің қандай қырсық Маса едің? Саған не керек? Деп ашуланады аю. Маса аюға тағы да ұйқы бермейді. Аю жататын басқа жер іздейді. Ал Маса болса артынан қалмай қояды. Аю қайда барса, Маса да сонда ұшып келеді. Аю түн ортасында бір ағаштан екінші ағашқа жүгіре шаршайды. Бір тастың үстіне отырып демалады. Сөйтіп Масаның ұшып келуін күтеді. Аз уақыттан кейін Маса да ұшып жетеді. Ызыңдап, аю оған айналайын, Маса, болды, қойшы. Шаршадым, ұйқым келіп тұр. Не айтсан, соны орындаймын. Тек маған ұйқы берші дейді.
Сонда Маса, бүгін сен ұйықтап жатқан қоянның құлағын басып кеттің. Бірақ одан кешірім сұраған жоқсың. Осы сын дұрыс па? Қазір сол қояннан кешірім сұра. Бұдан былай оны ешқашан ренжітуші болма. Сонда ғана тыныш ұйықтайсың дейді. Айтқаның орындамаса, Масаның тыныштық бермейтінін білген Аю: жақсы, енді қоянды ренжітпеймін. Одан кешірім сұраймын дейді. Осылайша Аю қояннан кешірім сұрайды. Ал қоян болса, үлкен Аюды тәртіпке шақырған кіп-кішкентай Масаға алғысын білдіреді. Содан бастап қоян мен Маса дос болыпты.